Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз мектеп асханасындағы тағамнан улану алдын алу туралы подкастымызды бастаймыз. Бұл мәселе жалпы қоғам үшін ең маңызды мәселенің бірі, себебі мектеп оқушыларының денсаулығы болашақтың кепілі болып саналады. Тамақтан улану көбінесе санитарлық талаптардың сақталмауы, тағамды дұрыс сақтамау немесе дайындау технологиясының бұзылуы салдарынан туындайды. Осы және өзге де сұрақтарға бүгінгі подкастымызда Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау басқармасының санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті, Абай облысының санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті, Семей қалалық санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысының орынбасары Қалдыбатыр Әділ Секенұлы келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіз. Жалпы бірден сұрағымызға көрсек, яғни мектеп асханаларында тағамнан улану туралы бірінші сол мәселеден бастасақ, сол туралы айта кетсеңіз. Жақсы, рахмет. Ең біріншіден жалпы тағамдық улану дегеніміз не тоқталып түсіндіре кетсем. Жалпы тағамдық улану бұл жалпы микробты және микробсыз жаңа тағамдардың, сондай-ақ токсиндердің және улы заттардың пайдалану кезінде туындайды. Ең ауыр тағамдық улану бұл тағамдық, яғни токсинфекция деп аталады. Ең ауырлығы бұл яғни адам организміне бір уақытта көптеген және вирус, яғни бактерия немесе уытты заттың түсу кезінде пайда болатын және улану болып келеді. Жалпы тағамдық улану бұл жаңағыдай қазіргі уақытта жиі кездеседі әрине. Жалпы Семей қаласы бойынша әрине тұрақты жағдай. Бірақ та ол тағамдық улану көбінесе тек қоғамдық орындарда уланады деген ой дұрыс емес болады әрине. Тағамдық улану үй жағдайында және көп жерде қонаққа бару кезінде де және улану жағдайы тіркелуі мүмкін. Сол бүгінгі таңда сіздермен бірге осы қала тұрғындарына жалпы тағамдық улануды болдырмау мақсатында қандай іс-әрекет жасауымыз керек және біздің басқармамен қандай жұмыс атқарып жатырмыз, және қандай алдын алу шаралары бар, соған тоқталып кетсек па деп келгенбіз. Жалпы тағамдық улану жайлы қысқаша осы. Жақсы, рахмет. Осы тамақтан уланудың негізгі себептері туралы айта кетсеңіз, нақты белгілері қандай? Жалпы тағамдық уланудың негізгі себептері өте көп. Ең бірінші ол тағамды таңдау, тасымалдау, дайындау кезінде, сақтау кезінде белгілі санитарлық нормаларын сақтамауынан туындайды. Ең бірінші барлық тағамдардың, пайдаланатын тағамдардың құжаттар болу керек, яғни сатып алу кезінде сертификат безопасности деп аталады, яғни қауіпсіздік сертификаты. Ол яғни бұл не көпшілік кісілер тұрғындар түсінбей жатады. Әрбір сату орнында Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес барлық сатылатын тағамдар, яғни жеміс-жидек болсын, ет өнімі, жұмыртқа өнімі, балық өнімдер сату кезінде оның тексерістен өткен жайлы құжаттама болу керек. Ол сатып алу кезінде жеке кәсіпкерлерден талап етіп, қауіпсіздігін, яғни растай алады, яғни таңдай алады, дұрысырақ. Сондай-ақ сатып алу кезіндегі аса мән беруімізді сұраймыз. Ол яғни тағамның құжаты, екінші оның балғындығына, иісіне, дәміне өте мән беруіміз керек. Яғни тағам қай жерде сатылып жатыр, негізгі ашық күн ортасында жерде, далада сату біздің нормаларға сәйкес келмейді. Ол белгілі әрбір тағам сақтау температурасы бар сату кезінде. Сондай-ақ қай жерде сақтау керек, белгілі біздің рұқсат құжатымыз бар ма сату жерінде секілді бірінші талаптар бар. Сол себепті сатып алу кезде тұрақтандырылған, орталықтандырылған орнынан сатып алған жөн. Сондай-ақ сатып алған кейін енді үй жағдайында ең біріншіден әрине жеке гигиена сақтау, сатып алып келген өнімдерді жуу, яғни сарқынды судың арқасында жуып тазартуымыз керек. Пісіру кезінде де белгілі нормативтеріміз бар. Яғни үй жағдайында көбінесе мен көңіл бөліп отырмын қазіргі уақытта. Ал ресторан, кафелер бойынша жеке тоқталып кетсем, үй жағдайында көбінесе ет өнімдері, балық өнімдерін сатып алу кезінде белгілі нормалар сақталмайды. Өйткені мысалы ет өнім пайдаланған пышақ немесе тақтайшаларды сонымен ет нан турап жатады, піскен ет турап жатады, ол үлкен бұзушылық болып келеді. Яғни бір-бірімен араластыруға болмайды. Пісіру кезінде термиялық өңдеу дегеніміз бар. Яғни еттің дұрыс пісуі. Барлық ет сатып алу кезінде
еттің ешқандай құжаттары жоқ сатып алып үй жағдайына дұрыс термиялық өткізбеген кезде адамның яғни ауруы, тағамды қолдану, яғни басқа да ауруға алып келу пайыздық мөлшері жоғарылайды. Сол себепті дұрыс термиялық өңдеу, дұрыс пісіре білуіміз керек. Яғни бұл пісірілген өнім тек өзі емес, және де отбасы, балалары, және туысқандары бұл тағамды жеуі мүмкін. Сол үшін әрбір адамның өзінің жеке гигиенасы, жеке ойы дұрыс болу керек. Тағамға деген жауапкершілікті әрбір адам сезіне білу керек. Енді және де белгілеріне тоқталып кетсек, ең бірінші қазіргі уақытта жалпы тұрғындар үй жағдайында іші өтіп құсады, яғни температурасы көтерілген жағдайда әрбір адам ең бірінші не істейді, ол кісі өзіне яғни диагноз қояды, аптекаға барады, аптекадан ойына келген дәрілерді алып ішіп өз бойынша емделу бастады. Бұл өте дұрыс емес. Біріншіден бізде тағамды қолданудың барлығын тек аптекалық жағдайда алып емделетін жағдай емес. Кейбір уақытта мысалы ботулизм деген бізде тоже токсиндік ауруымыз бар. Ол кезде уланған жағдайда дереу медициналық мекемеге бармаса, жүгінбесе, оның леталдық жағдайы өте жоғары. Сол себепті тұрғындарға біз айтатынымыз қандай да іші өту, ең бірінші құсу, температураның көтерілуі, жүректің айнуы, іштің қатты ауырсынуы, және де қан қысымының төмендеуі, жүректің ырғағы жоғарылауы, яғни тахикардия секілді пайда болады. Адамда тершеңдік, яғни көптеген недомогание дейді ғой, сондай пайда болады. Сол себепті ең біріншіден көбінесе кішкентай балалар кезінде көп туындайды, білесіз. Сол себепті үй жағдайында емдеуге болмайды. Ата-аналар әрбір дәрігер емес, ондай жауапкершілік өзін алмау керек. Егер де өзінің баланың, туысқандарының және өзінің денсаулығын сақтау керек болса, ол мамандандырылған, яғни медициналық мекемеге, жедел жәрдемге жүгіну керек. Бұл жағынан кейбір кісілер дұрыс түсінбей жатады, уақытылың созып алады. Сол себепті ауру уақытында барлығы созылып кетіп жатады. Сол себепті барлық клиникасы пайда болған кезде дереу медициналық мекемеге жүгінуге біз неме береміз. Яғни осы балалар уланған жағдайда ата-аналар ең алдымен қандай әрекет жасау керек? Қараңыз, кішкентай балаларда температура көтерілу кезінде, құсу кезінде, сусыздану кезінде оларда қалтырау, судорога болуы мүмкін. Кішкентай балалар кезінде 1 мен 3 жастың арасында, туғаннан 3 жасқа дейін уақытта жиі кездеседі. Ол уақытта балада ең бірінші құсу, іш өту, ему болмау, су ішпеу кезінде белгілі клиникасы пайда болған кезде дереу медициналық мекемеге жүгіну керек. Бұл себепті судорога болған кезде мидың қабынуы секілді леталдық жағдайға дейін жеткуі мүмкін. Сол себепті салғырттық көрсетпей, қандай да улану, әсіресе кішкентай бала болған кезде дереу медициналық мекемеге жүгінуіміз қажет. Ал бұндай жағдайды туындамау үшін, ең бірінші алдын алуымыз керек, мен айтып кеткендей, барлық шараларды қатаң сақтауымыз керек. Жалпы мектеп асханасына тоқталса, мектеп асханаларында санитарлық талаптар қалай сақталу тиіс? Біз жалпы Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес балалар бұл мемлекеттің қорғауында. Яғни балалардың тамақ ішетін орындары бізде қатаң бақылауда. Семей қаласы бойынша 64 мектеп асханасы бар. 64 мектеп асханасында санитарлық қорытындылары бар. Біз жақтан заңнамалық түрде тексерулер жүргізіліп отырады. Әрине, қандай да жайт туындаған жағдайда біздің басқармаға міндетті түрде шұғыл хабарға түседі. Шұғыл хабарға түсу бойынша, расследование, тергеу, тексеру жүргіземіз. Мектеп асханаларын барлығын қатаң бақылауда ұстаймыз. Сондай қазіргі Қазақстан Республикасының 2022 жылы қабылданған 16-шы бұйрығына сәйкес өзгерістер енгізілген. Қазіргі уақытта іштей комиссия құрылады. Ол да заңды, яғни мектеп директоры, ата-аналардың өзінің комиссиясы, образование, яғни білім беруден қосылып, іштік комиссиялық режимде тексеру жүргізілу болады. Олар да берілген нормаға қарайды, заңды емесіне қарайды. Абылай заңдылығын, қандай да заңдылық бұзушылығын анықтау, ол біздің тікелей міндетіміз. Жалпы осы Абай облысының мектеп асханаларында биылғы жылы улану фактілері тіркелді ме? Биылғы жылы мектеп асханаларында улану фактілері болды. Яғни бұл болған жағдайда, қараңыздар, тергеп тексерудің өзінің белгілі бұйрығы бар.
Бұл бала яғни мектеп асханасында тамақтанады, сондай-ақ үй жағдайында тамақтанады, мүмкін сабақтан кейінгі жаңағыдай фастфуд жеді, бір жерде магазин ашты, біз барлық жайттарды қарастырамыз. Яғни мектеп асханасына да тергеу тексеру жүргіземіз, үй жағдайында қандай тамақ ішті, жаңағыдай белгілі инкубациялық уақыт бар, жаңағыдай ішек инфекциясына. Яғни сол уақытта қай жерін тамақ ішті, барлық жеріне тергеп тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Яғни біздің жаңағыдай анықтау қай жерден туындауы мүмкін. Яғни біз тек мектеп асханасына ғана көңіл бөліп бұл жаңағы сатып алынған дүкенге мән бермесек, бұл жаңағы дүкенде сату кезінде басқа да улану туындауы мүмкін. Сол үшін біз барлық яғни ошақты анықтаймыз, қай жерден бұл туындады, және дереу ошақты оқшаулау және оны жою болып біздің мақсатымыз болып келеді. Тергеу қазіргі ол заңнамалық өзгеріс 2025 жылы бізде ондай басқарма болмаған. Яғни расследование дейді ғой, жалпы сондай бізге уәкілеттік берілді. Барлық заңнама бойынша тергеп тексереміз, шақыртамыз, барлық лабораториялық жұмыстар жүргіземіз. Яғни қатаң бақылауда ұстаймыз осы жағдай бойынша. Ал осы тексеру барысында ең жиі кездесетін заң бұзушылық қандай? Иә, әрбір жайт бойынша әрі қарай, енді тағамды қолдану бұл жаңағыдай ең бірінші жаңағыдай кафе, ресторан деп айтамыз. Яғни бұл үлкен қоғамдық тамақтану орындары бар, кіші асханалар бар, жаңа фастфуд орындары бар, сататын, сондай-ақ үй жағдайына жеткізетін тағамдар бар. Жаңағыдай садиктегі, яғни балабақшада, мектепте берілетін асханалар, яғни барлық тағамтану орындарында жаңағыдай улану қаупі бар болуы мүмкін әрбір жерде. Жалпы тамақтану объектілерінде қандай санитарлық қағидалар мен ережелермен қолданған дұрыс? Біздің Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 2022 жылы қабылданған КРДСМ 16 деген бұйрығы бар, қабылданған. Бұл бұйрыққа барлық қоғамдық тамақтану нысаны осы бұйрықпен қатаң жұмыс істеу керек. Яғни ең бірінші белгілі кәсіпкер жұмыс бастар алдында ол нысан жер таңдау кезінде бұл жерді қоғамдық тануға ашуға бола ма, болмай ма, содан бірінші бастауымыз керек. Бұл жер не үшін пайдаланды алдыңғы, қазіргі уақытта қасында қандай нысандар орналасты, бәріне мән беруіміз керек. Сосын кейін жаңағы ашу уақытында белгілі нормаға сәйкес болу керек. Бір адамға арналған, яғни квадрат метрі бар. Жаңағыдай жұмыс істейтін кісіге жаңағы дәретхана, жуынатын жер, келушілердің жаңағы барлық гигиена сақтай алатын жері, яғни өте үлкен норматив, соның барлық сақталу керек. Оны адамдар кіргізбес бастамас бұрын бізден рұқсат құжат алу керек. Рұқсат құжат алу үшін яғни бізде e-лиценз платформасы бар. E-лиценз базасы арқылы бізге өтініш білдіріп, біз өтініш бойынша нысанды тексеруіміз керек. Нысан тек біздің санитарлық қорытынды алған уақытта ғана адам кіргізу керек. Яғни пайдалануға рұқсат. Яғни белгілі және рұқсатсыз жұмыс істеп жатса, бұл үлкен жаңағы бұзушылық, жаңағы айтып кеткендей жабамыз. Сондай-ақ жаңағы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 463 бірінші тармағы бойынша сотқа жіберілетін боламыз. Жалпы жаңағы сұрақ, тамақтану объектінің ашылған кезде қандай құжаттар болу қажет? Кәсіпкерлер бойынша, яғни кәсіпкерлер ашу кезінде, яғни қандай іс-әрекет жасау керек? Кәсіпкер ең бірінші ашу уақытында бізден санитарлық норманы алу керек. Қалай аламыз? Ең бірінші нысан қандай нормативке жатады? 220 бұйрық бар. Яғни барлық қоғамдық тамақтану екіге бөлінеді, 50 орындыққа дейін және 50 орындықтан жоғары болып. Яғни 50 орындыққа дейін кіші асханалар, және фастфуд орталықтары, 50 орындыққа кіші асханалар бізден санитарлық эпидемиологиялық қорытынды алмайды. Олар бізге хабарлама жіберіледі. Хабарлама дегеніміз, яғни өзінің жаңағыдай ЭЦП кілті бар. ЭЦП кілті арқылы бізге e-лиценз базасы арқылы хабарлама жіберу міндеттеледі. Хабарлама жіберілгеннен кейін, яғни жаңа 16-шы бұйрыққа сәйкес жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Егер де 50 орындықтан жоғары, сондай-ақ және коллективті тамақтандырылатын мектепті, асхана, яғни жаңағыдай қоғамдық тамақтанатын кіші жаңа асхана болса, жеке емес, ол бойынша бізден рұқсат алу міндеттеледі. Рұқсатты қалай алынамыз? Бұл кезде сіздер лабораториялық зерттеу жүргізуіміз керек. Ең бірінші әрбір тамақтану орнында, яғни судың бактериологиялық, химиялық тексеру, микроклиматтық тексеру жүргізіледі. Сондай-ақ егерде тұрғын үйдің бірінші этажында орналасса, сондай-ақ бір нысанға жабыстырыла орналасса, шум, яғни дыбысқа зерттеулер жүргізіледі. Барлық зерттеулер жүргізіп болғаннан кейін ғана бізге өтініш түсіріледі. Біздің мамандар барлық лабораториялық зерттеулерді қарайды, яғни су таза, микроклиматы таза болса, яғни нысанға шығамыз. Нысанға шығу кезде барлық рұқсаттар бар ма, заңға сәйкес па, желдету дұрыс орналасқан ба, медициналық құжаттар бар ма, барлық жағдайды қарап, рұқсат құжаттарын
нысанға беріледі. Жалпы осы тағам сапасына қатысты шағым болған жағдайда азаматтар қайда жүгіну керек? Қазіргі уақытта жалпы барлық өтініштер әкімшілік процессуалдық кодекс бар, АППК-да, яғни орысша айтып кетсек, солмен қарастырылады. Сол заңнамасына сәйкес жазбаша түрде де және электронды түрде де қабылданады. Жазбаша түрде, яғни өтініш платформасы ыңғайсыз, мен келіп түсіндіруім керек, мен қандай да бір маманнан сұрақ қойғым келіп тұрса, біздің басқармаға келу керек. Біздің басқармамыз Сеченова 9 мекен жайындамыз. Келіп өтінішін өз қолымен жазып кету керек. Бірақ та айтып кетейін, белгілі факт, фото, дәлел дәйексіз өтініштер қарастырылмайды. Яғни ол белгілі жайт туындаған жағдайда, белгілі нарушение, яғни бұзушылық болған жағдайда оны фотосуретке, видео түсірілімге немесе чек квитанциясы, яғни дәлелдеу керек бізге. Ол кісі белгілі сол асханаға мысалы барды, сол жерде тамақтанған жайлы. Егер де оның ешқандай құжат, фактілер жоқ, тек өтініш болса, бұл өтініш кері қайтарылатын болады. Сол себепті әрбір өтініш жазу кезінде электронды түрде, қағаз жүзінде болса да барлық фактісімен келіп бізге өтініш білдіру керек. Кейбір жағдайда мысалы телефон арқылы да жұмыс, телефонға звондайды, дереу келіңіздер, тексеріңіздер, бұл заңға сәйкес емес деп. Бұл әрине біз телефон әрекет етіп жетіп бара алмаймыз. Өтінішсіз нысанға кіру заңсыз. Өйткені білесіз, әртүрлі бизнестік конкуренциялар болады, бір-бірін алдап соғу секілді болады. Сондай жайттарды алдын алу үшін анонимді қарастырылмаймыз. Келіп өз атынан, яғни өзінің удостоверениесін көрсетіп отырып, бізге өтініш білдіру қажет. Яғни әр адам өзіне жауапкершілік ала білу керек, өтініш түсіру кезінде де. Осы мектеп асханасын жүргізетін жеке кәсіпкерлерге, яғни олар заң бұзушылықтарды жасаса, қандай жауапкершілікке тартылады ол кісілер? Асхана бойынша жалпы статистика қатты білмесем, заң бұзушылық біздің Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 425 тармағы бойынша қарастырылады. Яғни жүргізілген ауыртпалыққа байланысты. Мысалы біз нысанды тексеріп жатырмыз. Қандай да жайт бойынша нысанда тек тамбалау, дұрыс ыдыс-аяқ жумау секілді үдіреке бұзушылық болмаса, біз әкімшілік істі сонда жұмыс істейтін столовойдың старший по столовой деп айтадымыз. Жауапты бір маманға, яғни немесе өзі дұрыс ыдыс-аяқ жуылмаған кісіге әкімшілік іс қарастырамыз. Егер де бұл жерде финанстық, яғни ақша қаражат ететін белгілі қабырғаның түсуі, ыстық судың болмауы, белгілі ремонт қажет ететін нәрсе болса, бұл кезде әкімшілік істі жеке кәсіпкерге, яғни жауапты ішіне жүргізетін жеке кәсіпкерге әкімшілік іс қарастырылады. Бұл жағдайда 180 айлық есептік көрсеткіш, яғни 700 мыңға жуық әкімшілік іс қарастырамыз. Жалпы қазіргі таңда мектеп асханаларына қойылатын жаңа талаптар немесе өзгерістер бар ма? Әрине, айтып кеткендей, жоғарыда 16-шы бұйрық бойынша мектеп асханалары міндетті түрде, яғни санитар қорытынды алып жүру керек. Алған кезде сондай-ақ бұлардың өндірістік бақылау жүргізу, қатаң бақылауда, яғни өзінің лабораториялық зерттеуі. Сондай-ақ қазіргі заңнамалық өзгеріс бойынша қазіргі уақытта біз жылына 2 рет асхананы тексеретін боламыз. Яғни бұл жерде мектептен қаржыландыратын мектеп асханалары, яғни барлық мектеп асханалары, балабақша асханалары жылына 2 рет тексерістен өтіп отырады. Яғни біздің тексерістен бұл 2026-ның екінші жарты жылдығында басталады. Яғни қатаң бақылауда болады. Осының алдында әрине айтып кеткендей өтініш бойынша тексерілетінбіз. Қазіргі уақытта осындай өкілеттік беріп, қатаң бақылауға аламыз. Өйткені білесіз, басқа республиканың басқа облыстарында көп балалардың улануы, әртүрлі жайттар туындауда. Яғни бұл заңнамалық өзгеріс дұрыс деп ойлаймыз. Біздің қатаң бақылауымыздың арқасында тағамдық улану, сондай балалардың денсаулығы, пайдаланатын тағам құнарлы болуы, біздің бақылауымызда дұрыс жағынан реттеледі деп ойлаймыз. Жалпы дүкендерде үй жағдайында жасалатын тамақтар жиі сатылып жатады, оны күнделікті өмірде тұрғындар тұтынып жатады. Соны сіздер қалай тексересіздер? Ол жағынан да бұзушылықтар. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Бұл өткір сұрақ. Біздің тек қала емес, жалпы барлық республикада үй жағдайында дайындалатын тағамдар сатуға рұқсат етілмейді. Яғни қазіргі уақытта көп нан өнімдерін, яғни бәліш, пирожки дейміз, үйде жасалатын пельмени дейді, тұшпаран, яғни барлығын магазиндерде сатылымдар бар.
бұл уақыттарда бұл біздің заңнамаға сәйкес 73-ші бұйрығымызға сәйкес бұл болмайды. Тек өнім цехта дайындалып, белгілі рұқсаттамасы бар жерде ғана дайындалу, үй жағдайында дайындалған болмайды. Біз жақтан жаңағыдай әрекет ету бойынша тек түсіндірме жұмыстарын жүргізе аламыз. Белгілі өтініш түсірілсе, әрине бұл белгілі жаңағы дүкенде үй жағдайындалған беляши және бәліш жаңағы пирожки сатылып жатыр десе, яғни өтініш түссе біз тексеріліп бұл заңды заң бұзушылықты жаңағыдай қараймыз, иә, әрине. Бірақ сатуға сүт өнімдерін болсын, жаңағыдай қымыз өнімдерін, сүт өнімдерін сатып жатады, құрт өнімдерін, бұл заңсыз әрекет. Жалпы тағамнан уланудың алдын алу үшін халыққа қандай негізгі кеңес берсеңіз, соңғы подкастымыздың сұрағы болсын. Жақсы, рахмет. Жалпы құрметті тұрғындар, әлеуметтік желі қолданушылар, қонақтар, жалпы тағамдық улану ол ең бірінші өздеріңіздің қауіпсіздігіңіз, яғни бірінші әрбір адам өзінен бастау керек. Сатып алу кезінде үлкен мән беруімізді сұраймыз. Қай жерден сатып алып жатырмыз, қай жерден тамақтанып жатырмыз, және сондай үй жағдайында дайындау кезінде барлық жеке гигиенаны сақталып жатырмыз ба. Жәнегідей әрбір адамның өзінің жеке ойына және байланысты, яғни дұрыс егерде жауапкершілікпен өз денсаулығына қарайтын болса, әрбір адам тек дұрыс жерден тамақтанып, дұрыс тағамдарды таңдай алады. Сол себепті әрқашан рұқсат етілген орыннан рұқсат құжаттары бар. Белгілі жаңағы үй жағдайына дұрыс дайындау немесе қоғамдық орталықтандырылған жерден тамақ ішіп отырса, жаңағыдай тағамдық улану, сондай халық денсаулығы дұрыс сақталады деген ойдамыз. Жақсы, рахмет. Тағамнан улану тек бір отбасының ғана емес, бүкіл қоғамның мәселесі. Әсіресе балалардың денсаулығына қауіп төндіретін жағдайлардың алдын алу баршамыздың ортақ міндетіміз. Бүгінгі әңгімеден түйгеніміз мектеп асханаларында санитарлық талаптарды сақтау, тағам сапасын бақылау және жауапкершілікті арттыру аса маңызды. Ата-аналар да, мектеп ұжымы да бұл мәселеге бей-жай қарамау тиіс деп ойлаймыз. Бүгінгі студиямызға келіп маңызды ақпаратпен бөліскендеріңізге көп рахмет. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек сәттілік тілеймін. Ақпаратпен бөліскеніңізге рахмет. Көп рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, келесі подкастымызда кездескенше аман сау болыңыздар.